Менің арнама қош келдіңіздер, төрлетіп арнама жазылып кетіңіздер. Және де менімен бірге жасап, үй іштеріңізді қуантып, және де мені де қуантып, лүпілдетіп пікірлеріңізді білдіріп кетіңіздер. Бүгін осындай ең оңай бәліш жасайтын боламыз. Егер асығыс болсаңыз, міндетті түрде осын жасап көріңіз, сіздерде міндетті түрде шығатын болады. 4 жұмыртқамызға қантымыз салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Содан соң оның үстіне сұйық майымызбен, алдын ала електен өткізілген ұнымызбен қопсытқышымызды осылай біртіндеп, яғни бөліп салып араластырып алатын боламыз. Барлығын бірден салып жіберуге болмайды, әйтпесе біздің бәлішіміз көтерілмей қалады. Сол себепті 2 немесе 3 бөлікке салып, осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Сол кезде біздің бәлішіміз керемет болып көтеріліп шығатын болады. Мінекей осындай масса шығуы керек. Енді оны формамызға салып, осындай форма болмаса, басқа да формаларға пісіре беруге болады. Осы формамызға салып, енді оны қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут аралығында пісіріп алатын боламыз. Сонымен біздің бәлішіміз дайын болды. Мінекей видеода көрсетіліп тұрғандай өте әдемі, биік, керемет болып шықты. Енді оны қант ұнтағын сеуіп әсемдейтін боламын. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар. Сіздер де жасап көріңіздер.